Қайырлы күн, дефектология мамандығының 2-ші курс студенттері жас ерекшелік психологиясы пәнінің 7-ші дәрісін назарларыңызға ұсынамыз. Дәріс тақырыбы мектепке дейінгі кезең. Жоспары: мектепке дейінгі кезеңде әлеуметтік жағдаяттың жалпы сипаттамасы. Ойын мектепке дейінгі баланың жетекшісі әрекеті ретінде шетел және кеңестік психологияда ойын туралы түсініктерді талдау. Мектепке дейінгі балалық шақ кезеңінің психикалық дамуының басты қорытындысы баланың мектеп оқуына психологиялық түрде дайындығы. Мектеп жасына дейінгі баланың соңына қарай мектепке барар сәтте оқушыға тән психологиялық қасиет пайда болады. Бұл қасиеттер өмір жағдайы мен іс-әрекетінің әсер ету арқылы мектеп оқуында түбегейлі болып қалыптасады. Мектепке дейінгі кезең 3 және 7 жас аралығын қамтиды. Ерте балалық шақтың онтогенетикалық дамудың тікелей жалғасы болып табылады. Бұл кезең балалардың жақын ересек адамдармен қарым-қатынас жасау арқылы, сонымен қатар құрдастарымен ойын және шынайы қарым-қатынас жасау арқылы әлеуметтік кеңістікті меңгереді. Жалпы психологиялық проблемалармен байланысты психологтар баланың психикасымен айналысқан. Олар Джон Уотсон, Штерн, Бюллер, Ковка, Левин, Валлон, Фрейд, Шпрангер, Пиаже, Бехтерев, Узнац, Рубинштейн, Выгодский, Лурия, Леонтьев, Гальперин және тағы басқаларын атап өтуімізге болады. Мектепке дейінгі жаста балалардың жолқары жүйке жүйесі қозу процесі тежелу процесіне қарағанда басым болады. Осыған байланысты балалардың жүйке жүйесі тез шаршап, сабаққа деген қабілеті нашарлайды. Осы кезеңде балалардың сөйлеу қабілеті жақсы жетіледі, сөйлеу мүмкіндіктері бар балалар анықталады. Және де сөйлеу тілінде кемшілігі бар балаларға дер кезінде арнайы мамандардан ем қабылданса, оң нәтиже береді. Осы жаста балалардың музыкаға деген қабілеттілігі де айқындалады. Сондықтан осында кезеңдерде музыкаға, биге, жалпы тембрді анықтауға қабілеті бар балаларды музыка мектебіне берген дұрыс болып саналады. Балалардың көру қабілеті бұл жаста жақсы жетілген, бірақ қоршаған ортаның факторларының әсеріне өте сезімтал болады. Сондықтан балабақшада сурет сабақтары, еңбек сабақтары, жазу сабақтары кезінде бөлменің жарықтануы жақсы болуы керек. Жағдай жасалмаған жағдайда балалардың көп жағдайда 80-80% көзінің жақыннан көруі нашарлай бастайды. Сондықтан жалпы балалардың жұмыс жасау ортасында жағдай талапқа сәйкес болуы шарт. Генетикалық психологиялық зерттеулерді балаларға және ересектерге жүргізілуі мүмкін. Алайда генетикалық зерттеу объектісі бала болып табылады. Генетикалық психологияның негізгі стратегиясы психикалық құбылыс жасау, пайда қылу, қалыптастыру болып табылады. Выгодский қалыптастыру жайлы былай деп айтқан болатын: біз қолданатын әдіс эксперименталды генетикалық деп аталуы мүмкін. Себебі ол жасанды түрде психикалық дамудың генетикалық тұрғыда жасап шығарады дейді. Әрбір қатып қалған психологиялық форманы ерітіп, оны қозғалғыш ағынға айналдыру қажет. Анализдей келе жоғарғы форманы зат есебінде емес, процесс есебінде алып, заттың оның бөлшектеріне емес, ол процестен бөлек сәттеріне бару керек дейді. Жалпы мектепке дейінгі кезең баланың жеке тұлға болып өзін-өзі сезінуінің алғашқы сатысы. Яғни адамгершілік, ақыл-ой және басқа да қасиеттерінің ең маңызды кезеңі болып табылады. Баланың мәдениеті сөйлеу білуі, ай ішінде балабақшада отбасында алған білім тәрбиесіне байланысты. Біздің басты міндетіміз баланы жан-жақты дамыта отырып тілін дамыту, сөздік қорларын байыту, сонымен қатар есте сақтау қабілеттерін арттыру болып табылады. Баланың ана тілінде таза еркін сөйлеуін мектепке дейінгі кезеңде меңгертуіміз қажет. Баланың психикасынан басқа психологиялық саланың айырмашылығы ол ерекше бірліктермен жұмыс жасайды. Олар жас және даму кезеңінде болып табылады. Мектепке дейінгі кезеңде бала жаңа принципиалдық жетістікке жетеді. Бала ересектермен және құрдастармен қарым-қатынастың қиын-қыстау кезеңінде басқа адамдардың рефлексиясын меңгереді. Бұл кезеңде ересектермен қарым-қатынас жасау барысында идентификация қабілеті қарқынды дамиды. Кейінгі жастық шақта бала бір мезгілде позитив және негатив даралануды меңгереді. Мектепке дейінгі кезеңде өз дене мүшелерін белсенді түрінде басқара бастайды және сезіне бастайды. Осы кезеңде баланың тілі де қарқынды дамиды. Осы кезеңде баланың жаңа құбылыстарды меңгеру үзілді-кесілі қатысы болып, бұрынғы жинаған білімдерін өз тәжірибесінде пайдалануға құмарлық артады.
Мектеп жасына дейінгі бала дамуының әлеуметтік ситуация ерекшеліктері оған тән іс-әрекет түрлерінен, алдымен сюжеттік рөлдік ойындардан көрініп отырады. Мектеп жасына дейінгі балалардың дамуы үшін айрықша қолайлы жағдайлар мектепке дейінгі қоғамдық тәрбие жүйесі арқылы жасалынады. Мектепке дейінгі мекемелерде балаларды оқыту жүзеге асып, олардың бірлескен іс-әрекетінің алғашқы түрлері қалыптасады. Мектепке дейінгі шақта жетекші іс-әрекет ойын болып табылады. Ойын баланың психикасында сапалы өзгерістер туғызады. Онда оқу әрекетінің негіздері қаланады. Символикалық ойын баланың символдарды қолдануы оның психикасының дамуына елеулі әсер етеді. Символдарды пайдалану бір объектінің екінші объектінің көмегімен арқылы ауыстыра білу қабілеті кейінірек әлеуметтік таңбаларды игеруді қамтамасыз ететін жетістік болып табылады. Символикалық функцияның дамуы арқасында баланың жіктеп қабылдауы қалыптасады. Ақыл ойының мазмұндық жағы және басқа да адамдарға тән қасиеттер елеулі өзгереді. Ойын іс-әрекеті ырықты зейін және ырықты естің дамуына көмектеседі. Тілдің дамуына ойын үлкен ықпалы зор. Ойын жағдай оған енген әр баланың белгілі қатынас жасау қабілетін талап етеді. Ойын ақыл-ой дамуына әсер етеді және заттар мен іс-әрекеттерді жалпылау, сөздік жалпылау мағынасын қолдануды үйренеді. Белгілі педагог Макаренко бала өміріндегі ойынның атқаратын қызметі туралы былай деген болатын. Үлкендер үшін жұмыстың қызметі маңызы қандай болса, балалар үшін де ойынның маңызы сондай болып табылады дейді. Ойын арқылы бала өзін қоршаған ортамен, табиғатпен, қоғамдық құбылыстармен, адамдармен, олардың еңбегімен, қарым-қатынастарымен танысады. Біз балалардың ойнай жүріп, анасының, әкесінің барлық мамандық иелерінің қызметтерін атқарып жүретінін байқаймыз. Мектепке дейінгі кезең біз түсінгендей өмірдің тек алаңсыз кезеңі ғана емес, ересектерге олар тек киімі бүтін, қарны тоқ болса, ойнап күлуді білетін сияқты болып көрінеді. Нағыз баланың жетілетін кезеңі осы ойынның үстінде қалыптасады. Ойын өмірдегі іс-әрекеттегі пайдасы және сонымен қатар аса қажетті маңызды құбылыстардың бірі болып табылады. Кеңестік педагогика психология ғалымдарының ойын Ушинский, Блонский, Рубинштейн, Эльконин еңбектерінде қарастырылған. Ойынды шетел зерттеушісі Кросс, Шиллер, Спенсер, Фрейд, Жан Пиаже және тағда басқа ғалымдар қарастырған. Осы теориялардың арасында Кросстың теориясы көпке белгілі. Ол ойында баланы болашақ іс-әрекетке даярлау қызметін атқарады. Сондай-ақ сол ойынды жаттыға отырып өз қабілетін жетілдіреді деп қарастырды. Бұл теорияның құндылығы ойынды дамумен байланыстырып, ал кемшілігі ойынға итермелейтін себеп мотивтерді ашпайды. Ол адам ойынның жануарлар ойыны тәрізді түсіндіре отырып, оның биологиялық фактормен, инстинктпен байланыстырып қателік жібереді. Шиллердің ойын жалғастырған Спенсердің теориясы бойынша ойын барысында бала өзінде артық күшін сыртқа шығарады. Ойынның мотивін ашуға талпына отырып, Бьюллер ойынның негізгі мотиві ретінде қанағаттан нәтижесінде қарамай-ақ әрекеттің өзіне қанағат алу теориясын ұсынған болатын. Шмаковтың пайымдауынша ойынның табиғаты бұл оның құндылығы. Яғни қуанышты сезімі, сергектік, өмір белсенді күресуі, қиялы, эмоциясы қажет деп тұжырымдайды. Фрейдтің теориясы бойынша ойынды өмірдің нені жүзеге асыру мүмкін болмады, соны бастан өткізу көру болып саналады дейді. Хейзинг ойынды бүкіл мәдениетке, өнерге теңеп, оған позиция би өнерін, салт дәстүрлердің барлығын енгізеді. Ал неміс философы Кант ойынды қоғамға тән құбылыс ретінде танып, Спенсердің көзқарасын ұсынады. Ван дер Коэ мен Мейс ойынның когнитивті және эмоционалдық аспектілерінен басқа оның әлеуметтік аспектісін айқындаған. Балалардың ойынына жолдастары, ата-аналары, мұғалімдері және ойыншықтары әсер ететіндігін дәлелдеген. Кеңес философтары Каган, Демин ойында адам әрекетінің құрамдас бір бөлігі деп қарастырған белгілі. Жеке тұлғаның дамуындағы ойынның әсерін ерте заманның өзінде-ақ атақты ғұлама ойшылдар, педагогтар, психологтар, ғалымдар көріп байқап, оны іске асыру жолдарын ұсынған. Ертедегі ұлы ойшылдар Каменский, Жан-Жак Руссо, Джон Лок, Песталоцци ойын арқылы балаларды болашақ өмірге бейімдеу керек деп түсіндірген болатын. Каменский ойынды баланың қозғалуына табиғат қажеттілігі ретінде қарастырды. Ол балаларға ойнау үшін
көмектесіп отыру қажеттігін, олардың іс-әрекетін бақылау керектігін ерекше атап көрсеткен. Ал Джон Лок болса балалардың еркіндікке, бостандыққа ынталы келетіндігімен санасуды талап етті. Бұл мәселе кейін Жан-Жак Руссо дамытқан еркіндік тәрбие ұғымының негізін сала бастады. Оқытудың әдістері мен құралдары жөнінде мәселелерді қарастырған Джон Лок та Жан-Жак Руссо да ең бірінші орынға баланың дамуын, білім алып тәрбиелеуін, ойын арқылы жүзеге асырылуын қойған болатын. Осы пікірлерді қарай отырсақ, өз ойымызға біздің қазақтың ұлттық тәрбиесінде де 7 жасқа шейінгі баланы патшадай көріп, тәрбиелеу, яғни балаға еркіндік беру арқылы, баланы бостандық арқылы баланы ақыл-ойын жетілдіре түскендігін айта кетуімізге болады. Неміс педагогикасының көрнекті өкілі Фребель дидактикалық ойындардың негізін салушы болып есептеледі. Ол қимыл қозғалыс ойындарының құрылыс дағдылары мен еңбек ету қабілеттерін дамытуға бағытталған дидактикалық жаттығулардың жүйесін жасады. Бірақ Фребель ойындардың мазмұны баланың ой өрісі мен қиялын дамытуды шектеді. Қазіргі кезде ойын мәселесі бірқатар ауқымды зерттеулерді қомақты орын алып отыр. Оның баланы дамытудағы мәні анықталды. Зерттеушілер ойын арқылы оқу міндеттерін тиімді шешуге болатынын дәлелдеді. Ойынның теориясы мен маңыздылығы туралы Ушинский, Лискав тәрбие және оқыту барысында ойынның алатын орны туралы Сухомлинский, Шацкий, Крупская да өз пікірлерін білдірген болатын. Дәрісімізді қорытындылай келе, сіздердің назарларыңызға бекіту сұрақтарын ұсынамыз. Бекіту сұрақтарына назар аудара отырып, дәріс мәтінінен дұрыс жауабын қарап тауып, кері байланыс жасауларыңыз сұралады. Мектепке дейінгі кезең және де 1-3 жауап берілген, дұрыс жауапты табамыз. Және де екінші сұрақ. 6 жастағы бала жақсы таныс құрдастармен қарым-қатынаста дұрыс қарым-қатынас тәсілін таңдайды, қандай сезімде болады? Және жоғары деңгейдегі жануарларға арналған ең көне генетикалық функция. Осы сынды сұрақтарға дер кезінде жауап беріп, кері байланыс жасауларыңыз сұралады. Және сонымен бірге назарларыңызға дәріс барысында қолданылған әдебиеттер ұсынылады. Бұл әдебиеттер университетіміздің кітапхана қорында бар, алып пайдалануларыңызға болады. Бүгінгі дәрісті назар қойып тыңдағандарыңыз үшін алғыс білдіремін. Сау болыңыздар.